Бірден айтайын, бірден ескертейін. Мен выступать етқан кезде мені голый қылып елестету жоғынан. Особенно сендерге жеги. Ей! 3 ай бойы стендапқа шықпадым. Көбісі айтады, неге шықпадың дейді. Мен әзілден шаршап кеттім. Мен юмордың патологын қойып тастағанмын уже. Но вселенная юморы бар ғой. Ең жоғарысына мен тақалып тұрмын. Басым тақалып тұр юморға. Басын шығарам, ешкім жоқ анда. Аяғыма Джим Керри ұстап алған. Тебе аяғыңды родной. Шаршап кеттім реально. Маған адамдарды күлдіру азарт емес маған. Мен ескерткішті күлдірткім келеді мен. Например, Виктор Цойдың ескерткішіне барам да, прикол айтам оған. Ана отырады да. 3 ай бойы адамдардан шаршадым, соцсеттен шаршадым. Тянь-Шань тауларының бөктерінде бір домикта өзім тұрдым. Кеше өзім ағаш жарып отырсам, артынан бір вертолеттің дауысы шығады. Қарап қалсам, вертолет қонып жатыр да, и стендаптың организатор шығып жатыр. Маған келеді де, Ерік, ты нам нужен дейді. Мен айттым, я больше этим делом не занимаюсь дедім. Сосын анау айтады, Ерік, қазақша стендаптың ютубтағы просмотрлары түсіп жатыр деді. Мен айттым, мен не қатысым бар дедім. Анау айтты, одан сайын түсіру керек деді. И вот мен келіп тұрмын. Шынымды айтатын болсам, мен лицом ондай қатты емес. Осыдан 1 жыл бұрын өзін сольный стендапым істейін деп шештім. Білесіздер ғой, сольниктің не екенін, иә? Тұз емес. Адамның жеке стендап кеші. Өзін сольнигін істейін деп шештім. И билетке продажа аштым да. Бірақ стендапқа 1 күн қалғанда отмена қойып тастадым. И билет алған адамдар маған жазды. Неге отмена қойдың деп. 3 адамға выступать етуге желание болған жоқ менде. 3 адам алған ғой билетті, ойлаңдаршы. Еще мен билет ашпас бұрын ойландым. 100 адамдық залда істейін ба? Или 30 адамдық залда істейін ба деп. Үйде істей салу керек еді соны. Кухняда істей салу керек еді. Папама звондаған келіп кетті. Стендапқа желание жоқ па? Жаңағы аңсаған 400 адам жинайды, ойлаңдаршы. Мен 3 адам. Бірге стендап жасасақ. 3 адам болады сонда. Обидно. Мен өзім лицомды зерттедім. Менікі андай емес. Ебать, ну Ерік па дейтін емес. И танымаймын да емес. Менікі ни туда, ни сюда. Ебать, мынау кім еді мынау? Мынау қайдан көреді мынау? Сол үшін стендапқа жиі шығам деп шештім. 1 жыл бұрын спортзалға барам деп шештім. Қалай шештім? Айнаға қараймын, шештім. Лоққа ұқсап тұрмын ба? И сосын залға барам деп шештім. Залға бармас бұрын Инстаграмнан андай фотолар көріп алдым. До и после деген фотолар. Білесіздер ғой, до деген кезде арық болады, после дегенде качок болады. И залға барында бірден бүйтіп шешініп, до деген фото түсіріп алдым. 1 ай заниматься еттім де, тағы да солай фотоға түсіп алдым. После деген фото да. И 2 фотоны салыстырып көрсем, додо ғой анау. Додо пицца. Копировать, ставить. Шоколад Твикс. Как будто бір күні 2 рет фото түскен сияқты. Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан. Одан кейін тренер алған деп шештім. Тренер бірақ маған бірақ нәрсені үйретті. Бүйтіп гантель көтеріп жатасың да, Ерік көтінсе дейді. Бүйтіп көтеріп жатасың, Ерік көтінсе дейді. 1 айда мен көтінді идеально түзеп шықты ана кісі. Мен тренерден қорқа бастадым. Ойлаңдаршы, свиданияда бір қызбен отырмын. И ана жақтан тренер көріп қояды да, Ерік көт дейді. Мен тұрамын да, дейді. Стендапым көт болып кетті, я. Бәріміз көттен шайық, бәріміз шайық. Хотя бәріміз шынымен де көттен шықтық, я. Мен Европадан келдім. Оралдан келдім.
негізі Оралдан көп адамдар шыққан. Баян Алагөзова, Тұрсынбек Қабатов, Райым. Бірақ біреу де қайтпаған ғой Оралға. Мен де Оралдан шықтым. Бірақ мен барып тұрам. Білесіздер ме неге? Өйткені мен арзан билеттерді қайдан алу керектігін білемін. Ең арзан әуе билеттер Авиасейлс KZ-те. Мен тегін шығады деп ойладыңдар ма? Барлығымыз кішкентай кезімізде жауыз болдық қой, білесіңдер ма? Мектеп кезімізде бәріміз жауыз болдық. Ойлайтынымыз бір ғой. Мектеп өртеніп кетсе екен. Мұғалім ауырып қалса екен. Ладно, ауырмай-ақ қойсыншы. Өліп қалсыншы. Соның бәрін ойлайтын кішкентай балдарға ойлаңдар. Қиын болды сабақ. Негізі америкалық мектептерде сигнализация болса, паника болады да, бәрі жан-жаққа қашады. Біздің қазақтың мектептерінде сигнализация болса, бля, мынау шын болса екен ше мынау. Мынау шынымен өртеніп кетсе екен, зайбал ату мектеп деген. Диктант жыныма тиетін мен. Диктант былай өтетін еді ғой, естерінде ме? Мұғалім келеді. Так, екі беттеріңді алыңдар, ручкаларыңды алыңдар. Қазір диктант жазамыз. Жазыңдар. Қыз келді. Қ. С. Қыз. Келді. К. Е. Л. Ілгіш дегенде. Қыз келді. Нүкте. Қарлар жауа бастады. Қ деген кезде біреу қалып қойдым дейді ғой. Бля, қалай қалып қоясың сен ана аяқтан? Қалу невозможно ғой, невозможно. Ауызша айтатын сабақтарды білесіздер ма? Түсінігін айтатын. Сол кезде де мен кейбір балдар жыныма тиетін. Сосын дей беретіндер бар ғой. Сосын қазақандығы, сосын қазақанды қойып, сосын айтса сен не болды сосын? Ыңылдайтындар ше. Қазақандығы. Оталса сен не істеп тұрсың ана аяқта? Оталмай жатқан бір жүгули сияқты. Сосын мектепте каждый сұраққа жауап бере алатын адам бар, пысық, любой сұраққа жауап береді. Анаған Әбілқайыр хандығы қай жылдары биледі десең, анау жалпы күшті хан болды Әбілқайыр хан. Өзінің даналығымен көзге түсті. Санды айтшы, қай жылдары биледі? Ой, ол хан деген прям көп деген жерлер жаулады. Айтса сен, ровно санмен айтшы, қай жылдары биледі? Апа, еске түсірмей қойыншы, қиын жылдар болды ол кезде. Мектеп қиын болды бізде. Бірақ мектеп қиын болса да, соның арқасында біз білімдіміз, Бизнес жауым, блокты, Хабарласыңдар десіз жау. Папа-мама ұрсып атады ғой, ұрсып атқан кезде айырылсақ деп қалады ғой. Кішкентайсың да, все равно ойланып кетесің ғой. Қайда барсам болады екен? Мама жаққа барсам, кайф, нағашылармен, күшті общение, компьютер ойнайсың, жұмыс істемейсің, кайфовать етесің. Папа жаққа барсың, блин, алқаш достарына тамақ бересің, бомы жоқ кетесің, киімің вообще өтіктелмеген. Все-таки маманы таңдаймын қазір айтса маған. Кайф деп, компьютер ойнап атқанда елестейді атасың да, татуласып кетеді ғой. Бүкіл настройды біз. Ал ең бастысы, сендердің өмірге деген настройларың бұзылмасын. Еркінияз, рахмет. Солай бүйтіп жаңалықтарды ақтарып отқан кезде бір заң көріп қалдым. Оказывается, егер үйленген жігітте екі баласы бар болса, оны армиядан босатады. Но егер әйелі письменный заявление жазып берсе, оны армияға алып кетеді екен. Мен әйелімнен қорқатын болдым менде, шынымды айтсам. Ойлаңыздаршы, әйеліңмен ұрысып қаласың деп ол саған не рядовой нах? Ты че? Қалай посуда жумайсың?